Санның алдыңғы топ бұлшықеттеріне бізде тігінші бұлшықетін және де санның төрт басты бұлшықеттерін жатқызамыз. Ең бірінші тігінші бұлшықеті, міне жасыл түсті белгілеп тұрған бұл тігінші бұлшықеті. Латынша бұл мускулус sartorius деп аталады. Бұның басталатын жері мықын сүйегінің қырынан басталып, мына жерде тибиалис яғни асты жілік бар, соған дейін бекиді. Одан кейін санның төрт басты бұлшықеттеріне біз жалпақ бұлшықеттер жатқызамыз. Міне жалпақ медиалды бұлшықеті және де жалпақ ортаңғы аралық бұлшықеті, одан кейін жалпақ латералды бұлшықеті және де тік бұлшықет орналасқан. Осының барлығы бірігіп санның төрт басты бұлшықетін құрайды. Санның төрт басты бұлшықеттерін анығырақ суреттен көретін болсақ, ең бірінші бізде санның жалпақ бұлшықеттері, мінекей мына жерде медиалды жалпақ бұлшықет орналасқан. Медиалды жалпақ бұлшықетін латынша musculus vastus medialis деп атайды. Яғни vastus деген латынша жалпақ деген мағынаны білдіреді. Одан кейін жалпақ латералды бұлшықет, мінекей musculus vastus lateralis деп аталады. Ал осы екеуінің арасында musculus intermedius орналасқан, яғни musculus vastus intermedius бұл бізде жалпақ аралық бұлшықет деп аталады. Мына шеттен де көрсек болады musculus vastus intermediusты. Яғни медиалды жалпақ бұлшықет деп аталу себебі ол ішке қарай орналасқан бұлшықет, ал латералды деп аталу себебі сыртқа қарай орналасқан бұлшықет. Ал интермедиус деп аталу себебі осы екі медиал және латералдың арасында орналасқаннан кейін аралық деп аталады. Одан кейін тік бұлшықет деген бар. Мінекей осы интермедиустың үст жағында бетке орналасады, musculus rectus femoralis деп аталады. Осы төрт бұлшықет бізде төрт бастын құрайды санның. Яғни санның төрт басты бұлшықетін құрайды. Санның артыңғы топ бұлшықеттеріне бізде санның екі басты бұлшықеті, жартылай сіңірлі, жартылай мембраналы және тақым бұлшықеттерін жатқызамыз. Санның екі басты бұлшықеттері латынша musculus biceps femoralis деп аталады. Бұл суретте мына жерде орналасқан екі бастан тұрады. Одан кейін жартылай сіңірлі бұлшықет деген мына жерде орналасады. Жартылай сіңірлі бұлшықет деп аталу себебі бұл жерде жарты бөлігін сіңір қаптағаны. Одан кейін мына жерде бізде жарғақты мембраналы бұлшықеттер орналасады. Ал мына жерде бізде тізенің арты жағында негізі тақым орналасады. Осы тақымның жанында тақым бұлшықеті көрсетілу керек. Санның бізде медиалды бұлшықеттеріне, ішкі әкелуші бұлшықеттеріне бізде санның қырқалы бұлшықеттері, латынша musculus pectoralis жатады. Ол мына жерде орналасқан. Одан кейін санның әкелуші ұзын және қысқа бұлшықеттерін айтады. Мына жерде міне қысқа әкелуші бұлшықет, мына жақта ұзын әкелуші бұлшықеттер орналасады. Бұл бұлшықеттердің барлығы міне санның медиалды бөлігіне орналасқан. Санның медиалды бұлшықеттерін суреттен қарайтын болсақ, мінекей мына жаңа айтып өткендей қырқалы бұлшықет, санны әкелетін қысқа, ұзын бұлшықеттер жатады. Бұл бұлшықеттердің бәрі санды әкелуге қатысады.